Біз Садуовтар отбасы. Қазақта шаңырақ сөзі отбасы деген мағынаны білдіреді. Адамзат өмірінің бастауы да осы отбасы. Менің жанұям өте берік және мейірімді. Барлығы бірін-бірі құрметтейді және әрбір жанның өзінің атқаратын рөлі бар. Мысалы, әкем мәдениет үйінде домбыра үйірмесін және Корея орталығының жетекшісі қызметін атқарады. Ал анам қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Екі әпкем де ұстаздар. Бірі география пәні мұғалімі болса, ал екінші әпкем ағылшын тілі пәні мұғалімі. Біздің отбасымыз төтенше жағдайлар кезінде үйде қалдық заттардан бұйымдар жасадық. Кішкентай жиен бауырларымызға әріптер, сурет салу қырларын үйреттік. Әртүрлі отбасылық іс-шаралар ұйымдастырып, қашықтықтан ұйымдастырылған сайыстарға қатысып жатырмыз. Қолымыз қалт еткенде әкем домбыра шертіп ән салады, күй үйретеді. Анам іс тігеді, әпкем үй жинап тамақ жасайды. Екінші әпкем ақбөпе сурет салады, тәтті тоқаштар пісіргенді ұнатады. Біздің отбасымыз өте тату. Мен өз ата-анамды сүйемін. Біз бақытты отбасы.